Сәлеметсіздерме? Менің жеке жобалық жұмысымның тақырыбы экология және біз. Тақтаға назар аударыңыздар. Данагүл Ахметжанқызы, нөмірі 46-шы балалар бөбекжайының тәрбиешісі. Менің жобалық жұмысымның тақырыбы экология және біз. Бұл жобаның мақсаты балаларға табиғатты сүюді және қорғауды үйрету. Қоршаған ортаны қорғау үшін біз қоқысты сұрыптауды үйретеміз және суды үнемдеуді көрсетеміз. Табиғатқа құрмет көрсетуді, жан-жануарларды қорғауды және экологиялық дағдыларды үйретеміз. Осындай әрекеттер арқылы біз таза, қауіпсіз және тұрақты болашақты бірге қалыптастырамыз. Жалпы жобаның міндеттері табиғат, экология ұғымдары туралы қарапайым түсінік беру және де өсімдіктер мен жануарларға қамқорлық жасауға үйрету. Сонымен қатар қоршаған ортаны таза ұстау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Осы жобалық жұмыстың аясында біздің бөбекжайымызда экологиялық бұрыштары сақталған. Қазіргі таңда экологиялық мәдениетті қалыптастыру мектепке дейінгі тәрбиенің маңызды бағыты болып табылады. Баланы табиғатты аялауға, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға үйрету ол ерте жастан басталуы тиіс деп ойлаймын. Міне көріп тұрғаныңыздай, біздің экологиялық бұрышымызда осындай зертхана жұмыстары бар. Балалар балықтарға қалай күтім жасау керек, және де осындай хомяктарға қалай күтім жасау керектігін үйренеді, және де өсімдіктерге де күтім жасайды. Экологиялық бұрыш ол балаларға арналған шағын оқу ойын кеңістігі болып табылады. Осы жобаға қызықтыру мақсатында біз балалармен бірге қызықты подкаст түсірдік. Сәлем, бүгін біз Ланда екеуміз подкастқа түсірген тақырыбы табиғатты аялайық. Ланда дайын түсінді. Ланда табиғат дегенімізде су, жер, ауа, тас, ағаш, гүлдер. Ланда суды қалай қорғаймыз? Судың ағызамыз. Ланда қоқысты қаяға тастаймыз? Аяна қоқыс деген қоқысты сүйретіп тастайды. Ағашқа қалай қамқор боламыз? Су дарымаймыз, су қоямыз. Біз табиғатты жақсы көреміз бе? Осы жобаның негізінде біз балалармен бірге гербарий жасақтадық. Көріп тұрғаныңыздай, бұл өсімдіктерді кептіріп, өзіміз қолымызбен жасап, жинақтап қойдық. Экологияны қорғау мақсатында біз балалармен бірге әртүрлі ойындар ойнаймыз. Соның ішінде қоқысты дұрыс сұрыптау ойыны. Көріп тұрғаныңыздай, әртүрлі қоқыс жәшігі бар. Оның ішіне шыны салынған, металл салынған, пластик салынған, қағаз салынған болып бөлінеді. Мысалы, балаларға осындай суреттері белгіледі. Мысалға, мына бокал бізде шыныдан жасалған, оны шынының қоқыс жәшігіне салады. Ал бөтелке бізде пластикалық бөтелке, яғни оны пластикалық бөтелкенің жәшігіне салады. Табиғатты аялайық мақсатында осындай ойынымыз да бар. Ол ойында балалар табиғатты аялау мақсатында, егер табиғатымызды аяласақ, біздің табиғатымыз бізге күлімдейді. Ал егер табиғатымызға зиян келтірсек, біздің табиғатымыз мұңаяды деген секілді осындай ойындарды да ойнатамыз. Сонымен қатар бізде осындай ойындар да бар. Осы жобаның негізінде Мен бірге әртүрлі дәнді дақылдарды отырғыздық. Соның ішінде пиязды отырғыздық. Ол пиязды біз күтіп, баптап, қалай өскенін зерттеп, бізде осындай нәтижесінде пияз өсіп шықты. Одан кейін біз балалармен бірге гүлдерді отырғызу үшін әуелі гүлдің тамырларын қалай өсетінін зерттеп, бақылап, оның тамырлары өсіп шыққаннан кейін осындай гүлдерімізді отырғыздық. Қорытындылай келе, экология және біз жобасы мектеп жасына дейінгі балалардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттыруға және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарап дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Осы жоба барысында балалар табиғатты қорғаудың маңызын түсініп, қарапайым өмірде ережелерді сақтауға үйренеді және де балалардың экологиялық мәдениетінің негізін қалайды.